27 жыл бойы егіннен қол үзбеген қордайлық қожалық туралы естіппедіңіз. Бұл Ноғайбай ауылындағы алтын дән шаруашылығы. Алқаптағы тіршілікпен арна тілшісі танысып қайтқан еді. Сюжет көрейік. Алтын дән шаруа қожалығы Ноғайбай ауылдық округінің аумағында орналасқан. Кәсіп 1999 жылы құрылып, бүгінде 900 гектар егістік алқапта игеріп отыр. Мұнда эспарцет, күздік бидай, арпа сынды дәнді дақылдар өсіріледі. Бұл шаруашылық әр гектардан 6-7 центнерін өнім алған. Қожалық жетекшісі Ғабиден Толақбаевтың айтуынша, биыл егіннің шығымы жоғары болады деп күтілуде. Биыл өздеріңіз көріп отырсыздар, қолайлы жыл болды, жаңбыр мол болды, күзде де мол болды. Сепкеннен кейін стекловиды 24 деген районированный сорт кезден алып келгенбіз. Қазір 3-ші репродукциясы. Қазіргі беріп атқан өнім 15 центнердің төңірегінде болып жатыр. Енді ар жағы тағы да өнім қосылады деп ойымыз бар. Биылғы жылы жақсы болып жатыр. 400 гектардан бір 700-750 тонна егін алсақ деген жоспарымыз бар ойымызда. Егістіктегі диқандардың жұмысын жаңа техникалар жеңілдеткен. Қазір мұнда 3 трактор, 2 жүк көлігі, 1 комбайн жұмыс істеп тұр. Сонымен қатар шаруашылық 10-ға жуық адамды тұрақты жұмыспен қамтиды екен. Жалпы Ноғайбай ауылдық округінде 82 шаруа қожалық бар. Шаруа қожалықтардың барлығы мал шаруашылығымен, егін шаруашылығымен айналысады. Енді сол үлкен бір ірі шаруа қожалықтарының бірі осы алтын дән шаруа қожалығы. Алтын дән шаруа қожалығы мал шаруашылығымен де, егін шаруашылығымен де айналысады. Енді қазіргі таңда бұл шаруа қожалық 10-ға жуық адамды жұмыспен қамтамасыз етіп отыр. Жалпы ауыл шаруашылық бағытына үлкен үлес қосып жатыр. Шаруа қожалық жетекшісі ендігіде өндіріс көлемін арттыруды көздеп отыр. Атап айтқанда тамшылатып суару жүйесін енгізіп, су үнемдеу технологиясын қолдану арқылы жүгері егуді қолға алмақ екен. Нұрбақыт Мұсатилалы, Еркебұлан Болатұлы, Қордай, 24 Ньюс.